وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Адам өзіне руқия оқитын болса, осындай шифа аяттарды білгені жақсы. Біз алдында да айтқанбыз. Осы сияқты шифа аяттарды жинақтаған, Алла разы болсын, бисмилля, бір ғалым кісі бар. Сол кісінің Мәнзил деген кітабы бар. Яғни бұл жерде сол шифа аяттарды жинаған, яғни өздеріңіз сол руқияны оқып, сол шифа аяттарды оқып, былайша айтқан кезде дем салу үшін. Жалпы осы кітапқа байланысты біз 2 күнде ме бір аяттан телеграм каналға ма, ақырын осы инстаграмға салып отырамыз. Соны өздеріңіз жаттап, өздеріңізге күніге оқып жүріңіздер, иншалла. Ақырын оқимыз. Сол бағанағы біріншісі Исра сүресінің аяты мен көрсеткен. Сол аятты жаттап алыңыздар. Бірінші сол аятты саламыз. Кейін екінші Фатиха сүресі. Фатиха сүресін өздеріңізге дем салатын болсаңыздар, міндетті түрде оқыңыздар. Бұл сүреде көптеген берекеттер бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бірінші сүрелер осы болады, иншалла. Жаттап, өздеріңізге сақтап, өздеріңізге күніге таңертең кеш оқып жүріңіздер.